Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы. 1910 жылғы 31 желтоқсанда Верный қалалық думасының шешімімен кітапхана оқу залының ашылуы кітапхананың негізі қаланған күні болып есептеледі. 1931 жылы Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы Орталық атқару комитеті президиумының 1931 жылғы 12 наурыздағы КСР мемлекеттік көпшілік кітапханасын ашу туралы қаулысына сәйкес, кітапхана Қазақ ССР-ның мемлекеттік көпшілік кітапханасы болып қайта құрылды. 1931 жылғы 5 мамырдан бастап оқырмандарға қызмет көрсете бастады. 1937 жылы ақпанда кітапханаға ұлы орыс ақыны Александр Сергеевич Пушкиннің есімін мәңгі есте қалдыру үшін және қайтыс болуына 100 жыл толуына байланысты ақынның есімі берілді. 1991 жылы кітапханаға Қазақ КСР министрлер кабинетінің Қазақ КСР ұлттық кітапханасы туралы 1991 жылғы нөмірі 775 қаулысы негізінде ұлттық мәртебесі беріліп, ерекше құнды мәдениет объектісі ретінде мемлекеттік және қоғамдық маңызға ие болды. Ұлттық кітапхана. Республика кітапханаларының ғылыми әдістемелік орталығы. Қазақстан баспа басылымдарының міндетті данасының депозитарийі. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бақылау комитетінің барлық ғылым салалары негізінде Қазақстанда қорғалған кандидаттық және докторлық диссертациялардың депозитарийі. ТМД елдері авторефераттарының депозитарийі. 1993 жылдан бастап ЮНЕСКО-ның ғылыми диссертацияларының және басылымдарының депозитарийі. 2005 жылдан мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы бойынша шығарылған әдебиеттердің депозитарийі. 2012 жылдан Алматы қаласы Қазақстан халқы ассамблеясы басылымдарының депозитарийі болып келеді. Кітапхананың алғашқы директоры көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Ораз Жандосов. Ол кітапхана қызметінің негізгі міндеті ретінде Қазақстан туралы және қазақ тіліндегі барлық баспа басылымдарын жинақтау туралы мәселе көтерді. Кітапхана осы кезден бастап бүгінгі күнге дейін қазақ халқының және Қазақстанның басқа халықтарының жазба мәдениетін жинақтап, сақтаушы мемлекеттік ұлттық кітап қоймасы қызметін атқарып келеді. Кітап қоры 6,9 миллионнан астам сақтау бірлігінен тұрады. Оқырмандардың жыл сайынғы келім саны 1 миллионнан астам. Кітап берілімі 2 миллион данаға жуық. Оларға 1,5 мың адам сыятын 14 оқу залы қызмет көрсетеді. Кітапхана сайты www.nlrk.kz кітапханадағы электрондық каталогтарға және ақпараттық ресурстарға қол жеткізу мақсатымен ұйымдастырылған бірыңғай ақпараттық жүйе болып табылады. Веб-сайтқа жыл сайынғы виртуалды келушілер саны 1,6 миллионнан астам. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы кітапханалық қауымдастықтар мен мекемелердің халықаралық федерациясына, ұлттық кітапханалар директорларының конференциясына және Еуразия кітапханалық ассамблеясы коммерциялық емес серіктестігіне мүше болып келеді. 2008 жылдан бастап IFLI сақтау және консервация негізгі бағдарламасының аймақтық орталығы болып табылады. Кітапхананың стратегиялық басымдықтары. Кітап қорын толықтыру және олардың сақталымын қамтамасыз ету. Сапалы кітапханалық ақпараттық қызмет көрсету. Жаңа ақпараттық технологияларды енгізу және дамыту. Республикалық және халықаралық кітапханалық ақпараттық жобаларды іске асыру. Кітапхана ғимараты 1970 жылы арнайы жобамен салынған.
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы нөмірі 119 бұйрығымен бекітілген республикалық маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштердің мемлекеттік тізіміне енгізілген.